Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен баялдыдан өте керемет қытырлақ болып шығатын салат жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Ал ендеше бастайық. Бізге 2 қызанақ және де 2 баялды, салат жапырағы, укроп, чеснок қажет болады. Ең алдымен баялдымызды дәл осылай жіңішке етіп тура болатын боламыз. Оралған кезде әдемі болып көрінетін болады. Және де менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Алдағы уақытта сіздермен көптеген тағам түрлерімен бөлісетін боламын. Қазақша контентті қолдап, каналдың алға қарай жылжуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Ол біз үшін өте маңызды. Баялдыларымыздың барлығын дәл осылай турап алатын боламыз. Және де үстіне 1 шай қасық тұзымызды салып, салқын суымызды құйып, 10-15 минутқа бетін жауып қойып қоятын боламыз. Баялдымыздың ащы дәмі кететін болады. Ол аралықта ішіне салатын салмаларын дайындап аламыз. Ең алдымен қызанағымызды теңдей етіп бөліп, дәл осы видеодағыдай жіңішке етіп турап алатын боламыз. Қызанағымызды турап алдық, енді ішіне салатын салмасын дайындап алатын боламыз. Бізге салмасына майонез қажет болады, және де укроп, чеснокты араластырып дайындап қоятын боламыз. Укропты дәл осылай майдалап етіп турасаңыздар, өзінің ерекше дәмін беретін болады. Укроп қандай тағамға салсаңыз да өзінің керемет дәмін беретін көкөністің түрі ғой. Сол үшін міндетті түрде қосуға тырысыңыздар. Ал енді сарымсағымызды да дәл солай жіңішке майда етіп турап алатын боламыз. Және де менің каналыма тіркелмеген жаңа оқырман болсаңыз, каналыма тіркеле кетіңіз. Ол біз үшін өте маңызды. Қазақша контентті қолдап, каналдың алға қарай жылжуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Сарымсағымызды да турап алдық. Енді үстіне жарты шай қасықтай тұзымызды салып, жақсылап араластырып қойып қоятын боламыз. Және де бізге нан ұнтақтары қажет болады. Жарты нанды майда етіп турап, қызып тұрған пешке салып, 5 минутқа қызартып алсаңыздар, және де осындай ұсақтау етіп майдалап алсаңыздар болады. Және де осындай 2 жұмыртқа қажет болады. Жұмыртқамызға кішкене тұзымызды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Міне біздің баялдымыз 10 минут суда тұрды. Өзінің сары суы шығатын болады. Сары суын төгіп тастайтын боламыз. Бүгін дәл осы баялдылармен 2 түрлі салат жасайтын боламыз. Біреуін духовкада пісіреміз, ал екіншісін қызып тұрған майымызға пісіріп алатын боламыз. Ең алдымен баялдымызды жұмыртқаға батырып, сосын нан ұнтақтарына батырып, духовкада пісіріп алатын боламыз. Пергамент қағазын майлап қойсаңыздар да болады. Сол кезде біздің баялдыларымыз жабыспай әдемі болып пісіп шығатын болады. Баялдымызды ең алдымен жұмыртқамызға, сосын нан ұнтақтарына батырып, барлығын біркелкі етіп жасап шығатын боламыз. Духовкада пісірген майсыз, құрғақ болып шығады. Ол да өте дәмді болады екен. Сіздерге де дәл осылай жасап көруге кеңес беремін. Ал енді екінші түрін дәл осылай майға қуырып алатын боламыз. Ол үшін бізге ұн қажет болады. Ұнымызға баялдымызды батырып, сосын жұмыртқамызға салып, сосын нан ұнтақтарына батырып алатын боламыз. Барлық баялдыларымызды дәл осылай дайындап алатын боламыз. Сосын қызып тұрған майымызға салып, қуырып алатын боламыз. Ал енді баялдыларымызды пісіріп алатын боламыз. Табамызды отқа қойып, қызған соң майымызды құйып, майымыз қызған соң дәл осылай баялдыларымызды салып шығатын боламыз. Және де майды қатты көп мөлшерде құюдың қажеті жоқ. Осындай аз етіп құйып пісіріп алсаңыздар, өте керемет, және де қатты майлы болып шықпайтын болады. Және де пісіп шыққан баялдыларымызды қағаз салфетканың үстіне қоюға тырысыңыздар. Біздің баялдыларымыздың майын жақсы сіңіріп алатын болады. Және де барлық баялдыларымызды дәл осылай 2 бетін қызарта отырып қуырып алатын боламыз. Міне барлық баялдыларымызды дәл осылай пісіріп алдық. Енді жаңағы дайындап қойған соусымызды жағып, арасына салат жапырақтарымызды қойып және помидорымызды қойып, дәл осы видеодағыдай етіп жинап алатын боламыз. Дәл осылай жасап, қонақтың алдына қойсаңыздар, дастархандарыңыздың көркін ашатыны сөзсіз. Сол үшін дәл осы мен көрсеткендей рецептпен жасап көруге кеңес беремін.
міне дәл осылай барлық баялдыларымызды жинап шығатын боламыз. Салат жапырақтарымыздың қатты жерін алып тастап, тек жұмсақ жерін қолданатын боламыз. Міне бұл жасап жатқанымыз жаңағы майға қуырып алған баялдыларымыз. Міне енді духовкадағы баялдыларымызды да дәл осылай жинап шығатын боламыз. Ең алдымен соусымызды жағып, сосын салат жапырақтарын қойып, помидорымызды қойып, орап алатын боламыз. Маған дәл осы баялдылардың қуырылған түрі қатты ұнады. Егер де сіздер майсыздау етіп жақсы көретін болсаңыздар, осылай духовкаға пісіріп жасасаңыздар да өте керемет болып шығады. Сіздерге дәл осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Сіздерге 100% ұнайды деген сенімдемін. Және де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін баса кетіңіз. Мен сізді өз парақшамда күтетін боламын. Назар қойып көргендеріңізге рахмет.